والنعمة ملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Енді тауафты жалпы Хасан Басри рахимаулла тауаф жасаушы адам Алланың рахымына кірген, батқан адам дейді, иншалла. Сол үшін жүрген кезде көбірек дұға, көбірек жалпы өзіміздің жүректен шыққан дұғаларымызды ете береміз. Одан кейін тауаф біткеннен кейін иншалла 2 ракат намаз, Сафа Марва, ары қарай отельге жеке-жеке қайта берсек болады. İnşallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'tan kalavminin Ka'banın tövbe ettiği oldu. Geçerek aynen Allah'tan kalavminin Ka'banın tövbe ettiği ayakladık. Şimdi Safa Merve kavunun arasında yürüyemiz ki nafil vacip namazını kılıp alıp yürüyse zem suyunu içip alıp bir kavunun arasında yürüyemiz. Yürüyse bunu şaş aldırıp sol tavakta ayaktayız Allah'ın kalavının Ka'ba'sı Allah'ın üye.
Жалаң аяқ жақсы екен. Allahu Akbar. Mine, төбедегі көк светті көрдіңдер ме? Осы көк светке келгенде ер адамдар жүгіреді. Қазір жүгіреміз. Бисмилlah, Allahu Akbar. Жүгіреміз. Әйелдер жүгірмейді. Әйелдердің орнына уақытында сол анамыз жүгіріп тастаған. Erkekler жүгіріп жатыр. Осы көк свет біткенше жүгіреміз. Сафа тауына қарай. Енді жайлаймыз. Күн демейді. Адам дейін ақыл тегін. Күн бұл жерде жоқ. Уақыт рөл ойнамайды. Жаңа Сафа тауы. Соңғы 7-ші айналымға кетіп бара жатырмыз, Алла бұйыртса. Соныменен анамыз Аллашқызы Түрмештің умрасы атынан өтеген умра аяқталады. Иншалла. Алхамдулиллах. Аллаху акбар. खाना में कई पता क्या जब मुर्गी बढ़वा लाते हैं मुर्गी बनवाए ना क्योंकि मशवरा करना ही मेरे नाल करना है उन्होंने ठीक है पैसे सवेरे होने तो उठने तक मुर्गी यही पे हुए नहीं मार घर तो अरे क्या हो गया यार Assalamu alaikum. Маманың атына жасаған умрамызда Аллахтың қалауымен аяқталды. 12-ге де келіппін. Так. Бәрі қабыл болсын. Дұға тілектеріміз баршамыздың. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdur şubatımız buyursa olsun ilk kursa Allah kalasa. Sarana. Yüzenin jigiti, özümün jigitim. Yüzenin jigiti, özümün jigitim. Nasıl? Singko. Benji. Salim. Jin aldı mı? Oyun kalas. Hayda. Ha, bu ekskursiya. Oh, mana? Oh, Ruslar ne kadar? Bismillah.
ekskursiya Allah kalasa. Avtobus kütüp dur eken. Allah'ın kalabымен ekskursiyaga. Bravo ola. Bak oturmayacak o. Oturayım. Ve bismillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ağaçlar. Assalamu alaikum. Kancır var onun. Ocaktan sürüyor bak. وهنقعد بعد نص ساعة. Bismillah. Так, Жабал Саур, сол Саур деген тауға барамыз, Алла насip етсе, құрметті қазылар. Одан кейін Арафат жазығы, үлкен қажылықтың ең басты парызы орындалатын жерге барамыз. Үлкен қажылықтың. Ол жақтан түсеміз, кәдімгідей барамыз тауға дейін. Енді тау жабық шығар, осы 2-3 группамен соңғы барған кезде таудың өзі, Жабал Арафаның өзі жабық тұрған, Жабал Рахманның өзі. Енді соның жанына барамыз, Алла насip етсе. Одан кейін, иншалла, бізде Мина, Муздалифа, Жамарат деген үлкен қажылықтың амалдары өтетін жерге барамыз. Сол жақ, енді ол жақтар әлбетте қазір жабық, сол жақтар иншалла түсіндіріп өтеміз. Одан кейін жалпы Исмаил алейхиссаламда Ибрахим әкесі құрбандыққа шалғысы келетін жер бар. Кезіндегі Алла Тағаланың әмірімен сол жерде кішкене тоқтаймыз, иншалла сол жерден кішкене автобус тоқтайды, өзі осылай түсіндіріп өтеміз. Одан кейін Алла қаласа енді Нұр тауына барамыз, Құранның алғашқы түскен тауына. Одан кейін Жындар мешіті бар бізде. Жындар мешітінің тарихын танысамыз, иншалла. فسد أو قطع من ثيابه وسد الثغرات إلا ثغرة واحدة. مسحا للنبي لا مشركون رصدوا 100 ناقة حمراء لمن يحصل على محمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فتسابقوا بسم الله. Так, сонымен сондай жерлерге барамыз, Алла насip етсе, құрметті қазылар. Одан кейін осылай жүрген кезде жалпы уақытты өткізбей, Алла насip етсе, сіздермен иншалла исламның 5 парызы деген не, жалпы дінімізбен осылай автобус бойынша танысып өтеміз, Алла қаласа. Енді құрметті қазылар, жалпы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мәшһүр хадисте, өзінің танымал хадисінде, және ол исламның асылы болып саналады, не дейді? Буниял исламу аля хамс дейді. Ислам 5 нәрсеге құралған дейді, тұрған дейді. 5 тірегі бар исламның. Бірінші парызы исламның калима-и таухид, немесе шахадат. Ол дегеніміз калима-и шахадат, Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Деу арқылы адам өзі иман қалпына кіреді. Яғни мұсылман болады. Мұсылман болуының жалпы бір шарт тілмен және жүрекпен иман ету. Әлбетте ең бірінші сол жүрек алдыға шығады, жүрекпен иман ету.
иман ету дегеніміз жалпы Алла тағаланың бір екендігіне, ешкім одан басқа ғибадатқа лайықты емес екендігіне куә болу. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Енді бірінші сөйлем жалпы ашхаду ан ла илаха иллаллах деген кезде атақты хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер бүкіл дүние жиналып, барлық адамдар жиналып саған зиян бергісі келсе, олар саған ешқандай зиян бере алмайды, Алла жазбаса дейді. Егер барлық адам дүние жиналып саған пайда тигізгісі келсе, пайда бергісі келсе, олар саған пайда бере алмайды, Алла тағала жазбаса. Негізгі таухид дегеніміз негізгі Алланың бір екендігінің, пайғамбардың соңғы екендігінің дәлелдейтін нәрсе осы хадисте ақида ғұламалар айтпақшы баяндалған. Енді біздер құрметті қажылар, соңғы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламды сенуіміз де ол иманның шарттарынан. Біріншісі ол кезде біздер пайғамбарлардың санын білуіміз керек. Пайғамбарлардың саны бір риуаятта 124 мың пайғамбар келген. Екінші бір риуаятта 224 мың пайғамбар келген. 124 мың, 224 мың. Енді бізде қазір не деп жатыр? Елге барған кезде жалпы намаз оқитындар, намазхандар, дін ұстанатындар, тағы басқа арабша сөйлеп қалса, не дейді? Айып қойды. Енді осы 124 мыңның ішінде, немесе 224 мыңның ішінде араб болған пайғамбардың өзі 5-ақ бар. 5. Қалған пайғамбарлар Құранда есімі келген 25 пайғамбардың қалғандары көбісі араб емес. Біздегі Сулейман, Юнус, Юсуф деген аттар, есімдер, Ибрахим, Имран дегендердің барлығы ибрани есімдер, арабша емес олар. Юсуф деген бізде болды, ол арабша есім емес негізі, ол ибрани, яғни Бану Исраил қауымының есімдерінен. Енді жалпы көптеген пайғамбарлар осы Палестина, Мысыр жаққа түскен, олар пайғамбарлар белгілі бір ауылдарға түскен, белгілі бір жерлер. Бүкіл дүние жүзіне жіберді, барлық адамдарға, ұлтқа, ұлысқа, жалпы кез келген қараға, сарыға, кім болса осы дүнияда барлық жерге жіберілген бір пайғамбар, ол пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Енді біздің пайғамбарымыз осы Мекке қаласында дүниеге келген. Ол кісінің жалпы бізде сира кітаптары былай бөлінеді. Мутауарис мирас арқылы жеткен, екіншісі мутаватир қағаз арқылы жазылып келген сира кітаптары. Сол мутауарис мирас арқылы жеткен риуаяттарда пайғамбарымыздың туылғаны көкірегі. Мына тауда сол сияқты көкірегі осы екен. Енді жалпы бұл таудың бір осы Мекке қаласында маған қатты жақсы естелік болып саналатын нәрсе, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы тауда 3 күн болған. 3 күн түнеген осы тауда. 3 күн түнеген Абу Бакрмен бірге. Енді қараңыздар, мына таудың ең жоғарғы жері. Сол жерде пайғамбарымыздың түнеген үңгірі бар. Ол жер Саур тауының үңгірі. Енді құрметті бұл Саур тауының жалпы естелігі болатын жаңағы пайғамбарымыздың 3 күн осында түнеуі. Және пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің түсінде 2 қаланы көреді. 2 қаланы көріп, бірақ ол қалалар емес, не дейді? Мен өзгілі, яғни осындай пальма құрмалар өсетін қалаға қоныс аударамын дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің үйіне сол күні шешім қабылдап, Жабраил періштеден әмір келгендіктен Абу Бәкірге бару керек болады. Абу Бәкір радиаллаху анху білесіздер, ол үмметтің ең абзалы. Айлап тастады. Оңынан да, солынан да, артынан алынан да. Және олар көрмейді. Олар көздері бар, бірақ көрмейді. Алла Тағала қасиетті Құранда Ясин сүресінде айтады. Осы аятты оқып пайғамбарымыз жүздеріне құм сеуіп ары қарай өтіп кетеді. Және аман қалады. Өзінің орнына ол кезде Али сахаба. Сол Али сахабаны қалдырып кетеді. Сахаба Алиді қалдырады да айтады: менің Йеменнен келген шапаным бар дейді пайғамбарымыз. Соны киді, менің төсегіме жат дейді.
саған ешкім ешқандай зиян болмаса, егер сені төлемеген жағдайда сен білмеймін деп айтты. Және соңында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір кісі келіп бұл сақтарға айтады: сендер кімді тұрсыңдар? Ол кісі айтады: біз Мұхаммед тұрмыз, мына салам айтып тұрмыз. Және сол кісі сәлем айтады: Мұхаммед дәл қазір сендердің алдарында өтіп тұр. Олар көрмейді, көздері көрмейді. және олар үйінен келіп қасиетті Али радиаллаху анху тауып Алиді тауып Алиді қатты қинайды, іздейді, бірақ Али радиаллаху анху бұл менің қайда айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям есік соғып Абу Бәкірдің үйіне келеді. Абу Бәкір айтады: Алла тағала маған жолы саудаға мектеп Абу Бәкір қатты қуанады. Менің өзім екі түйелі байымның барлығын алып шығады. Және жолда өздерінің дәлелдері жол нұсқаушы адам болады. Пайғамбар және Абу Бәкір және жол нұсқаушы адам болады. Осы тауға ғана келеді. Осы тауға келеді және келер жолда Абу Бәкір жолды былай шатастырып, бірақ шаһарда Пайғамбарымыз арқашылап себебі ол кезде із аңдылықтар болған. Із аңдыл арқылы табылған. Және осы жерге келеді де Пайғамбарымыз өзі барлығы есіктерді бітеп барлығы сабалатты. Және соңында Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кіргізеді ішіне, және өзі де кіреді. Бірақ бұл шектер осы тауға жаңағы өндірмей келеді Пайғамбарымыз. Мұхассирде тұрып қалатын болса, оның қажылығы қабыл болмайды. Яғни тұрып дұға қылу ол парыз. 3 парыз бар өзі үлкен қажылықта. Біріншісі ихрамға кіру, екіншісі Арафатта тұру, үшіншісі тауап зияра дейді. Тауап жасау 7 рет және шашты алу. 3 парыз бар негізгі. Одан кейін жалпы 5 уәжіп бар. 5 уәжіптің біреуі жаңағы Мұздалифада қону, тасату, құрбан шалу, таматту қажылығы болса. Одан кейін жалпы жаңағы Арафатта күн батқанша тұру деген сияқты барлығы не? Көп саналады. Енді біздер иншалла қазір Арафат деген жазыққа барамыз. Ол Арафат жазығы кең былай дала жазық. Сол жерде Жабалур Рахма деген бар. Мейірім тауы деген бар қазақшаға аударған кезде. Ол жерде ол тауға көтерілмеген, бірақ соның астында тұрып Пайғамбарымыз дұға тілеген. Сол үшін ол Жабалур Рахма дейді. Мейірім тауы деп аталған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірінде неше рет қажылыққа барады? 1 рет қажылыққа барады. Умраға 4 рет барады. Және умраға 4 рет Айша анамыз риуаятында не дейді? Тек Зулкаада айында баратын еді дейді умраға. Зулкаада дегеніміз сол үлкен қажылықтан 1 ай бұрын болатын ай. Ол үлкен қажылықтың айы Зулхиджа айы. Сол айда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям неге баратын еді? Умраға баратын еді. Және қажылыққа Зулхиджа айында келген, ол қажылықтың айы. Негізгі үлкен қажылық, құрметті қажылар, үлкен қажылық умра жылдың тек қана 5 күнінде болады. Басқа уақыттарда болмайды. Енді үлкен қажылықтың күндері әлбетте бастапқы Рамазаннан кейінгі 10 күн, одан кейін жалпы тағы 2 ай деп біздің ғұламалар сызып берген. Енді қараңыздар, үлкен қажылық 5 күнде болады дедік. Сол 5 күннің ішінде умра жасай беруге болады. Жол 12 ай. Ал 5 күннің ішінде болмайды негізі. Енді қараңыздар, жаңағы біз баратын тау, біз баратын жазық, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі тұрып дұға еткен жер. Өзі сыртында тұрып, белгілі бір мекені бар, қазір көрсетеміз иншалла. Сол жерде тұрып дұға қылған. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұға еткен кезде ғұламалар айтады, әрбір пайғамбарға бір дұға беріледі. Ол міндетті түрде соның үмметіне қабыл болатын дұға дейді. Міндетті түрде.
әрбір пайғамбарға осы уақытқа дейін келіп кеткен пайғамбарлардың барлығына бір дұға беріледі. Алла тағала соны үмметіне қабыл етеді. Және ол дұға дейді пайғамбарымыздың дұғасы: я Раббым, менің үмметімді жәннатқа кіргіз деген дұға. Жалғыз дұғасы берілген. Сол дұға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мақамын анықтайтын дұға. Негізі пайғамбарлардың ең патшасы, пайғамбарлардың ең соңғысы және ең сыдық деген несімен, одан кейін ең пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ең абзалы, жаратылысымен, дүниясымен, барлығымен пайғамбарлардың имамы. Исра Миғражға пайғамбарымыз сапар шеккен кезде, Исра Миғраж дегенде 7 қат аспанға көтерілу. 7 қат аспанға көтеріледі пайғамбар. Мына Мекке қаласынан бір түнде, ойлаңыздар, бір түнде Мекке қаласынан Палестинадағы Әл-Ақса мешітіне барады. Әл-Ақса деген мешіт қасиетті Құранда не деп ескертілген? Байтул Мақдис дейді. Қасиетті үй деп. Ол жерде қазіргі таңда сол христиандардың өздерінің храмдары бар, ең қасиетті деп санайды. Яхудилердің өздерінің стена плача дейді ғой. Стена плача дегеніміз ол Сулейман алейхиссаламның құрған бір храм, мешіт еді негізі. Яхудилер одан кейін жалпы оған мойынсынбай, әркім өзінің дінін ойлап тауып, өздері қазір адасып жүр. Енді ойлаңыздар, 3 басты дін, және ахлюл китаб, кітап иелері, христиандар және яхудилер, еврейлер және мұсылмандардың қасиетті жерлерін бір жерге жинаған Алла тағала. Ол Байтул Мақдис қазіргі Әл-Ақса жерінде. Сол үшін ол жерде қияметке дейін не тоқтамайды? Соғыс тоқтамайды. Ол солай ол. Қияметке дейін жалпы жалғасады. Енді қараңыздар, құрметті қажылар, сол Байтул Мақдиске пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір түннің ішінде барып, сол жерде, сол мешітте пайғамбарлармен бірге не оқиды? Намаз оқиды және оларға имам болады. Исра Миғраж оқиғасында және 7 қат аспанға Алла тағала оны көтереді, пайғамбарымызды. 7 қат аспанға Сидратул Мунтахаға көтерілген пайғамбарлардың ішінде ешкім жоқ. Ешкімге Алла тағала нәсіп етпеген. Бірақ пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам соңында көтерілуге не береді? Мүмкіндік береді. Және оған жәннатты көрсетеді, тозақты көрсетеді. Жабраил періштемен пайғамбарымыз әртүрлі 7 қат аспанға кіріп шығады. Адам алейхиссаламға қағады есігін. Сен кімсің? Сен рисала жіберілген пайғамбарсың ба? Иә, мен Мұхаммедпін. Муса алейхиссаламмен жолығады, Идрис алейхиссаламмен жолығады, Ибрахим алейхиссаламмен, жалпы көптеген пайғамбарлармен жолығады пайғамбарымыз 7 қат аспанда. Енді қараңыздар, 7 қат аспанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға 5 уақыт намаз парыз болады. Мына 5 уақыт намаздың парыз болу жері қай жер? Сол Исра Миғраж оқиғасы кезінде болған. Және Құранда Меккеге де Мәдинаға да түспеген аят бар. Меккеге де Мәдинаға да түспеген аят бар. Ол аят пайғамбарымызға Исра Миғраж оқиғасы кезінде уахи айтылады. Ол аят қазіргі таңда емтихандарға, жаңағы медреселерде сол сұрақты қояды. Пайғамбарымызға Меккеде де Мәдинадағы түспеген аят дейді. Ол аят Бақара сүресінің соңғы 2 аяты. Аманар расулу бима унзила илейка. Сол сөйтіп басталатын аят. Аманар расулуды пайғамбарымыз сол Исра Миғраж оқиғасы кезінде алып келген. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам барған кезде Исра Миғражға тозақ көрсетіледі, жәннат көрсетіледі, түрлі-түрлі нығметтер мен түрлі-түрлі азаптар көрсетіледі. Кім қалай азапталып жатқан? Ассалаумағалейкум. Арафа тауы дұғалардың қабыл болатын жеріне келдік. Иншалла дұға қыламыз қазір. Әмин деп отырыңыздар, әмин. Әмин де. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Дұға қабыл болатын жер, дұға қабыл болатын жер, әмин деп отыру керек, әмин деп отырыңыздар. Дұға қабыл болатын жер. Қазір біздің келген жеріміз, құрметті қажылар, келген жеріміз бұл Арафат жазығы және Жабалур Рахма, мейірім тауы.
рахым тауы. Осы тау, құрметті қажылар, осы таудың жетегінде, ана шетінде, ана домалақпен қоршалған ақты қараңыздар. Ақ темір тұр ғой, домалақ қоршалған. Сол жер пайғамбарымыздың тұрған жері. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол жерде тұрып дұға еткен. Және пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өмірінде негізі өзіне тамақ ұсынылған кезде, басқа кезде тамақтан бас тартпаған, себебі ұсынып тұрған адамның қолын қайтармаған. Және осында келген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам барлық нәрсені тәрк етіп, бәрін тәрк етіп, тек дұғамен болған шаруасы. Дұғамен болған. Қыбла мына жақта, құрметті қажылар, қыбла мына жақта. Мына жақта қыбла. Дұға етсек, тауға қарап дұға етеміз, қыблаға қарап дұға етеміз. Енді одан кейін, құрметті қажылар, жалпы осы жер туралы былай айтады. Әл-хаджу арафат. Қажылық дегеніміз ол арафат дейді. Осы жерде де. Кімде-кімнің қажылығы арафатсыз болса, ол қажылық қабыл болмайды. Ол дұрыс емес болады, ол бұзылған қажылық болады. Қажылықтың 3 парызы бар. Және бір парызы осында келіп, жалпы осы төңіректе келіп, бір сәт болса да дұға ету. Дұға ету. Және қажылық күні, арафа күні осы жерде тұрған қажылармен Алла тағала періштелерге қарап тұрып мақтанады. Міне менің құлдарым келді дейді. Міне менің құлдарым. Және қажылық не деп сұралған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ұйпа-тыйпа болған шаш, тер, иіс, шаршаған дене дейді. Және мұсылмандар қажылық кезінде солай жүреді. Біз кеше бүгін ихрам халінен 3-4 сағат ішінде шығып кеттік. Ихрамды кейін шығып кеттік. Қажылық кезінде 3 күн жүресіз ихраммен. 3 күн жүресіз. Таңертең кешке қонасың, жаңағы сапынды 3 күн қолданбайсың, тісіңді 3 күн жумайсың. Не істейсің сонымен? Жаңағы хадиске сай боласың, бір сөзбен айтқанда. Енді құрметті қажылар, бұл жерде мына таудың түрлі есімі бар. Біріншісі Жабалюл Уқуф дейді. Тұрып дұға ететін тау дейді. Уқуф деген тұру. Жабалюл Дуа дейді. Дұға тауы дейді. Немесе Жабалюр Рахма дедік, жаңа мейірім тауы дейді. Себебі рахымды болған инна арсалнака рахматан лил аламин. Сендерге пайғамбарды рахмет қылып, мейірім қылып жібердік деген пайғамбар ана жерге барып сол жерде дұға қылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол жерде дұға қылған кезде, Умму Салама деген анамыз келіп сүт ұсынады. Сүтті алып, сүттен бас тартпайды. Бірақ басқа уақыттың барлығын тек қана дұғамен өткізген. Бұл жер, құрметті қажылар, Уқуф, Жабал Арафат бұл дұғаның мекені. Дұғаның мекені. Және Арафат дегеніміз, құрметті қажылар, харам жерінің біткен жері. Бұл жер харам территориясына жатпайды уже. Бұл жер үлкен қажылықтың территориясы. Және бұл жерде етілген дұғалар міндетті түрде қабыл болады. Арафат күні, Алла тағала Арафа күні тозақтан сондай көп мұсылмандарды азат етіп жібереді дейді. Тозақтан шығарып жібереді, көптеген мұсылмандар сонда түсіп қалған. Және шайтанның ең қатты қоры болатын күні. Себебі шайтан 70 жыл, 80 жыл азғырған адамдары бір күнде Алланың мейірімімен Арафа күні тозақтан босап шығады. Шайтанның амалдары не кетеді? Босқа кетеді. Сол үшін, құрметті қажылар, бұл жерде иншалла біздер қазір дұға етіп алсақ болады. Және дұға еткен кезде де Алла қаласа үлкен қажылыққа келуді, осында тұруды, қажылармен бірге тұруды, үлкен қажылықтың нәсіп болуын шынайы сұрасақ, иншалла Алла тағала қабыл етеді. Дұғаны естемеу керек, тахқир, менсінбеу, кішілету деген болмайды. Ол қайда үлкен қажылық деп ойламай тұрған адамдар бар. Бірақ не Алла тағала күн фаякун дейді. Бол десе болады дейді. Барлығы Алланың қалауында, бізде жүрегімізде сондай сенім болу керек. Алла қаласа біздер иншалла келеміз деген. Енді құрметті қажылар, және Муаффақ ибн Али деген кісінің осындай оқиғасы бар. Ол кісі Арафатқа келгенде осындай ұйықтап қалады. Арафатқа ұйықтап қалады. Енді түсінде 2 түрлі періштені көреді. 2 түрлі періште бір-бірімен сөйлесіп жатады. Және біріншісі екіншісіне айтады ғой. Не дейді? Осы жыл қажылыққа қандай көп адам келген? Қандай көп? Неше адам келген? 600 мың адам келген. Ол сол заманда, ол кісілер баяр. Және қаншасының қажылығы қабыл болды дейді. Екіншісі сұрайды. Нешеуінің қажылығы қабыл болды? Сонда
ол кісі жауап жаңағы періште бір біріне сөйлесіп жатыр, екінші періште жауап береді. 600 мыңның ішінде 6 адамның қажылығы қабыл болды. Оқы, 6 адамның қажылығы қабыл болды. Бірақ біріншісінде не дейді? Бірақ Алла Тағала әр қайсысының 6 құлының мейіріміне әр қайсысы үшін 100 мың адамның дұғасын қабыл етті. Сонда 600 мыңның барлығының қажылығы қабыл болды. Бұл жер мейірім, рахым төгілетін жер, құрметті қажылар. Жалпы осында тұрған кезде қажылықта бұл күнді ғұламалар қиямет күніне ұқсатады. Себебі мына жер толады, ихраммен мына жер толады. Бәрі ана шетке дейін, әйтеуір Арафат деңгейінен шығып кетпейтіндей дәрежеде бәрі жер забитый болады. Орын жоқ болады. Дұға етеді барлығы. Бұл күні дұға ету ең абзал нәрсе. Тіпті бұл күні дейді, тіпті бұл күні біздерге қандай да бір нәрселер ұсынылса, жаңағы намаз оқу, басқа нәрселер ұсынылса, біз не істейміз дейді, біліп алу, ол нәрсені қоя тұрамыз, тек дұғамен айналысамыз. Бұл Арафат дұға күні. Сол үшін жалпы бұл тауға пайғамбарымыз өзі шықпаған, бірақ осы тау, осы Арафаттағы жалғыз тау болып есептеледі. Жалғыз тау. Осы ана жерде пайғамбарымыз тұрып дұға еткен. Біз енді иншалла осы жерден қыблаға қарап жүгіріп дұға етсек, ары қарай иншалла жүре береміз. Осы Арафат тауындамыз. যদি এমন কিন্তু হতো তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করতেন বা তার সাহাবীগণ তারপরে কি করতেন বর্তমানে Nekta var idi bu sene. Skanda var mı? Skanda var mı? Girelim. Büyükse. İnşallah. Çıkma. Arafa жазығына болдық, дұғаларымызды тіледік. İnşallah Allah'ın қалауымен. Ауа райы 31 градус. Техникалардың бәрінде кондер қосылған жүр. 31 градус ыстық. Автобусымыз жолға тап. Мына біздің қажылар келе жатқан. Ағып дамып келе жатыр енді. Açıkıydı керек уақытта киymей. Olmuyor. Жанладыңыз, а? Soğuk қалақ па дейді. Camarat dediğimiz sol tas atlarının meken. Қазір мына жерден кішкене тоқтаймыз. Міне сол жағымызда мына этаж болып тұрғанда сол шайтанға тас ататын мекендер жамарат яғни. Мына астымен, туннелмен, мына жердің астында, мына мосттың астымен, біз тұрған мосттың астымен, көпірдің дәл осылай жаяу қажылар күнделікті жамаратқа қарап 3 күн қатарынан немесе 4 күнде шайтанға тас атып келеді. Сол жерде орналасқан. Мына бәрі жататын жерлер яғни. Ол дегеніміз Құран кәрімнің ең алғашқы аяттарының түскен жері. Ең алғашқы аят. Пайғамбарлықтың бастауы нұбуаның, яғни соңғы пайғамбарлықтың бастауы.
халва дегенimiz жекешелі оңашалы соған кіретін болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі 37 жасына келгенде меккелік адамдардың мүшриктердің құтқа табынушылығынан қатты шаршайды, қатты жиіркенеді. Таза табиғаты, таза фитраты бұл нәрсені жақтырмайды. Бірақ отан жасалған құдайлары, тастан жасалған меккенің мүшриктері сол құдайларға табынуды тоқтатпайды. Бірақ бір Аллаға табынуды және өзінің соңғы пайғамбар екенін айтып әкелген пайғамбарға ол өте ауыр тиеді. Сөйтіп осы тауға кетіп қалатын болған. Кейбір кезде 10 күн, бір айда осы тауда қонатын болған. Және Хадиша анамыз радиаллаху тағала анха ол кісі пайғамбарымызды тамағын таситын болған. Ойлаңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыздың әйелі Хадиша анамыз осы тауға тамағын таситын болды. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 40 жасқа келген кезде бір уақытта осы үйлердің ішінде отырған кезде Мына ұйықтамайтын халық. Бұл жерде ұйқы дейтін жоқ, тыным табу дейтін жоқ. Таңнан кешке, кештен таңға дейін сауда. Абыр жыбыр тоқтау жоқ. Мен де бір шықтым, лимон қарап шығып едім. Тұмауратып қалды. Өзімде лимон мен өзім шай ішіп. Ой Алла, араларды зорға таптым лимонды. Енді магазин тауып алдым да. Мына район кілең, гостиничный район екен. О, Алматы емес. Алма ата! Осы есіктен кіріп, және эскалатормен, яғни лифт эскалатор жүреді, сонымен 4-ші этажға көтерілесіздер. Ол P4-ке көтерілесіз, балконға барасыз, сол жерде стол болады. Сол жерде біздің түскі асымыз болады, иншалла. Соған ертең 4-5 адам болып, жиналып, бірге келіңіздер, адаспайтындай болып. Осы жер барлығыңызға таныс, иншалла, сағат ертең 1:30-да 2-де келе беріңіздер. Алла разы болсын. Харам жақта жүрсіңізші. Міне мына харамның мына жерінде, осы орталығында 90-ші есік тұр. Осы жақтан ортадан келесіздер де, дәл осымен ортаға кіріп кетесіздер. Қалбаға қарай жол тарттық, Алла бұйыртса. Allah kabul olsun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. محمد ابن يا رب نور طريق محمد ابن يا رب وبلال ابن يا رب وعمنا يا رب العالمين حويهم يا رب حويهم يا رب واخوة خير الله أكبر. وانا قاولين ويمين الله أكبر. الله أكبر.